Сәлем баршаңызға. Бүгін өте дәмді сырники жасап көрсететін боламын. Барлық құпиясымен бөлісемін. Бір жасағаннан болатын сырники. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керек заттар: творог, қант, ұн, жұмыртқа керек болады. Менде творог осындай, қатты құрғақ та емес, сулы да емес, орташа. 300 грамм творогқа 1 жұмыртқа саламыз. Үстіне 2 ас қасық қант саламыз. Енді блендермен біріктіріп аламыз. Міндетті түрде блендер болу керек. Құпиямның бір сыры осы блендер. Мен бұл рецепті ұзақ іздеген болатынмын. Енді үстіне 2 ас қасық ұн саламыз. Жақсылап араластырып қоямыз. Енді кішкене ұн сеуіп, бір қасықтан алып, қолымызбен сырники жасап аламыз. Осылай әдемілеп шет-шетін осылай істеп аласыздар. Мен осылай қатты қалың жасамаймын, осындай жұқалау қып жасаймын. Қызып тұрған табамызға кәдімгі сары майымызды салып, ертіп аламыз. Қолдың сары майымен өте дәмді болып шығады. Енді жасап қойған сырникиларымыздың барлығын салып шығамыз. Енді тағы да бір құпиясы: бетін міндетті түрде жауып қойыңыздар. Сонда сырникидің арасы толықтай пісіп шығады. Екінші жағын аударып, тағы да бетін жауып қоямыз. Міне сырникиіміз дайын. Енді алып таңғы асқа жей беруге болады. Міне осылай жасап көріңіздер. Міндетті түрде сырникиларыңыз ортасы пісіп шығатын болады. Міне қараңыздар. Сіздермен болған Зарина. Рахмет.